Әлеуметтік қатерлер туған жағдайда мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларға қосымша жоғалтқан табысының бір бөлігін өтейді. Еңбек ету қабілетінен айырылу жағдайына әлеуметтік төлем зейнеттік жасқа жеткенге дейін еңбек ету қабілетінен айырылған барлық кезеңге тағайындалады. Асыраушысынан айырылу жағдайына тағайындалатын әлеуметтік төлем қайтыс болған ата-ананың баласы кәмелеттік жасқа толғанға дейін төленеді. Егер балалар оқытудың күндізгі бөлімінің студенті болса, онда әлеуметтік төлем 23 жасқа дейін төленеді. Жұмысынан айырылу жағдайына әлеуметтік төлемдерді жұмыссыз ретінде тіркелгендер алады. Жүктілігіне және босануына байланысты табысынан айырылу жағдайына әлеуметтік төлем әйелдің декреттік демалысының барлық күндеріне төленеді. Жаңа туған баланы немесе балаларды асырап алған жағдайда декреттік демалысқа байланысты төлемдер төленеді. 1 жасқа дейінгі бала күтіміне әлеуметтік төлемдерді балаға күтім жасайтын ата-аналар алады. Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры сізге деген қамқорлықпен.